Бәріне сәлем. Бұл Наздан Лайф подкаст екінші шығарылым. Менің есімім Гүлназ, мен 22-демін және бұл подкаст эксперименталды болып есептеледі. Себебі бұл жерде мен өз ойларыммен бөлісемін, жаңа заттарға үнемі ашық боламын, көргім келеді, бөліскім келеді. Ниетім өмірге деген көзқарасты үнемі кеңейтіп, өзімен байланысты сақтау. Бүгінгі тақырып ойларды саралап жазып жүрудің маңыздылығы жайлы болады. Неге? Себебі соңғы 2-3 ай бойы мен өзімнің күнделіктерімді тауып жүрмін. Қалып қалған ата-анам үйінен алып келіп, сөйтсем менде өте көп екен, өте көп жазбалар бар екен. Бастауыш сыныбындағы жазған анкеталар, солға дейін тауып алдым. Ол жерде енді прям ойлар дейтін нәрсе жоқ шығар, бірақ сонда да өзімнің оқып отырып, сол кезде өзімді есіме салып отырдым. Қандай адамдардың толтырғаны жайлы, жалпы қандай қызықтар өткенін, кейін мектеп кезінде ашқан күнделіктерім, жазған әр күндік, менде мысалы фрирайтинг деген әдет бар. Отырып күнделікке бірден бүкіл ойларын жазып тастау, яғни андай тісімді су керек деген заттан бастап, бірдеңе сатып алу керек, бүйту керек, сөйтеді деген сияқты. Сондай деңгейдегі жалпы список дел ғой, to-do list, кім қалай атайды. Сол нәрсенің бәрін оқи отырып, мен түсінгенім. Мен негізі уже 10 шақты дәптер тауып алдым. Осыдан болған шығар деп оқып, қарап, сөйтіп жүрген кезде тағы біреу тауып алдым. Оны оқимын деп жүріп, мен параллельно қазіргі ойларым жазып жүрген күнделіктерім бар. Дәл қазір записьті бастамас бұрын YouTube-та каналым бар, ол жерде жабық видеолар бар. Соларды ашып, қарап, тоже күнделік сияқты. Сол кездегі ойларым, сол кездегі ол жерде качество, андай видео емес, жай телефонды алып, қаха күлкілі көрсетіп, сөйлесіп, ойлармен бөліскен, бір жерде жылап, бір жерде жай өзімнің эмоцияммен бөліскен бір сәттерді тауып алдым. Соған қарап отырып, өте бір жылы сезімді бастан кешіп отырмын, шынымды айтсам. Меніңше бұл өте құнды нәрсе. Барлық ұлдарды білмеймін, қыздардың әдеті, галереяда памяттің жетіспеушілігі, үнемі өзімізді жақсы көріп түсіре береміз, тазаламаймыз, сурет болсын, видео болсын. Негізінде бұның бәрі өте маңызды. Бұл мүмкін бізде бір культура, мәдениеті жоқ шығар, қалай дұрыс жасау керек, немесе блогерларға деген көзқарастың, убеждениялардың көп болуы, неше түрлі теріс ойлар туындайды негізі. Меніңше бұның бәрін басқаша қабылдау керек. Мен әртүрлі ниетпен жаздым, мен күнделікті әр сәтте. Бір кездерде ол өзімен жұмыс істеу, саморазвитие ретінде, бір кезде дисциплинаға алып келу үшін, бір кезде ішімде тым көп переворот сияқты өзгерістер болып жатқан кезде бөлісетін адам таппағандықтан қағазға түсірдім деген сияқты. Видеоларды түсіргенде білмеймін неге, жалғыз қалғанда маған солай ұнайды. Және өзімнің де кішкентай балалық армандарым бар еді. Блогерларды көп көргеннен, жалпы мен өте үлкен благодарность дейді ғой, айтқым келеді блогерларға, себебі мен подростковый кезінде көп сұрақтар мазалап, миымда прям каша болып жатқан кезде ютубтағы блогерлардан ойларын көру, олар мені бір күшті, ең маңызды бір сәттерде мүмкін өсуіме әсер етті деп айта аламын. Да, мен ол адамдарды танымаймын, ешқашан көрмейтін де шығармын, бірақ та бұл өте маңызды екенін түсіндім. И қазір сол бір позиция менде керісінше болып жатыр. Мен сол бір ответственность сезінемін, білмеймін неге, қате ма дұрыс па білмеймін, бірақ мен өзімді артымызда өсіп келе жатқан сіңілдерімізге, қарындастарымыз, солардың жолдарында қарап, өсіп, көріп, мақтанып, білмеймін енді, армандай алатындай адамның болғаны керемет емес пе деймін. Мен енді өзім сіңілдермен де күшті араласамын деп айта алмаймын, енді балалармен сөйлесуде менде біраз проблемалар бар. Проблема емес, жалпы өзім үйдің кішісі болғандықтан болар. Но жалпы айтқым келгені, біз сондай бір ойлармен бөлісу арқылы, именно публично көрсеткен кезде бұл біреуге бір өзгеріс алып келеді деген ойдың өзі қаншалықты шабыттандырады, негізінде өте қатты шабыттандырады. Себебі мен өзімнің мысалыммен айта алатыным, біреудің жай оймен бөлісіп салған ютубтағы видеосы менің өмірге деген көзқарасымды айналдырып, кейін басқаша ойлай алмайтындай деңгейге жеткізген кездер болды. Ол шындық. Білмеймін, мүмкін осы подкасттарда да ойлармен бөліскенім бекер емес. Ең бастысы тек қана бөлісіп қана қоймай, оны саралап жазу маңызды. Мен күнде жазуға тырысамын. Әртүрлі жағдайлар болып жатады енді, бірақ қолымнан келгенше ойымда бір зат пайда болса, немесе бір андай благодарность сезім пайда болса, бірден соны қағазға түсіруге асық боламын. Себебі менде үнемі кішкентай күнделігім өзімен бірге жүреді. Тез бітеді. Маған өте жиі қоятын сұрақтар: не жазасың соншама тез
тез бітетіндей. И мен ештеңеге жауап бере алмаймын, себебі мен ояқта андай бір формуламен бірдеме жазамын деп айта алмаймын. Мен ояқта жай өзімнің ойларыммен бөлісемін. Мен осындай нәрсені сезіп тұрмын, бүгін осындай болды, ертең осындай болады, мына нәрсені армандадым, мынаған қарадым, мынаны түсіндім, мынаны көргім келетін еді, тағысы сол сияқты өте көп кішкентай мелочьтардан бастап бір осознание дейтін, инсайт дейтін заттарға алып келетін кездер болып жатады. Оны бірден біреумен бөлісу оңай емес, шынымды айтсам. Біреуге айту оңай емес, тіпті ең жақын, білмеймін, енді қайғы қуанышта да жанды болуға дайын десек те состояние разное, эмоциональный состояние разное. Оны бірдеме болсын или бірдеме түсінсін деген ниетпен емес, жай ғана айтқан келетін сәттер болады мысалы. Сол себепті мен оны қағазға үндемей түсіргенді жөн көрдім. Енді бұл тақырыпты қалай ашсам болады, ойларды саралап жазу өте маңызды, себебі қайта оқып, мен айтып тұрғанымдай күнделіктерді қайта оқыған кезде мен көп нәрсені басқаша қарадым. Мен әртүрлі сезімдер бастан кешірім, шынымды айтсам, мен өкініштен бастап, яғни сол кезде цельдар болды ғой, мысалы мен 20 жаста осындай боламын деген сияқты заттарды 17 жасында жазғам дегендей. Мұнда арада 5 жыл өткеннен кейін оны оқып отырып, өзімде әрине өкініш сеземін, әрине неге осы нәрсені ұмытып қалдым да, неге әрі осы нәрсені қалайды екенмін, неге оған іс-әрекет етпедім, неге бірінші қадам жасамадым деген сияқты көп неше түрлі енді теріс эмоция деп есептелетін шығар, бірақ ол да дұрыс деп ойлаймын, бірдемені түсіну үшін. Және қуанышты да сезімдер болды, себебі жазған заттар бірден орындалған екен, хотя мен ұмытып та кеттім ол нәрсені мен армандағанымды. Себебі ол әртүрлі басқа жолдармен келді мен өміріме. Мен күтпеген жерден болды ол нәрсе. Нақтылап айтатын болсақ, мысалы көлік жүргізудің өзі. Үнемі көлік жүргізгенді қалайтынмын. Сол нәрсеге ұзақ келдім. Ұзақ уақыт бойы автошколаны өттім. Одан кейін тест болды. Праваны алудың өзі үлкен бір кезең болды. Қанша жылдар өтіп, мен қазіргі уақытта көлік жүргізе аламын. Маған үйренуге алып берген болатын. Онда өзінің қиындықтары бар, бірақ соған қарамастан 5 жыл бұрын мен сондай нәрсені армандаған екенмін дегенді қарап, қазіргі уақытта сол нәрсені көріп, сол нәрсені бастан кешіп жатқанымды қарап, әрине қуанышты сезім, әрине армандар орындалады деген нәрсені осындай кезде сезе бастайды екенсің. Андай болып көрінуі мүмкін, кезінде армандадым және күнде сол арманды есіме салып, сол үшін бәрін істедім деген сияқты. Мүмкін, бірақ меніңше бұл больше подсознанияның жұмысы. Бізге ішкі түйсік бір қойылған қатты ниеттенген мақсат болса, ол кез келген жолмен жүзеге асады, және осы нәрсе ең бастысы нақтырақ өзінің қалауынды жеткізе білу. Себебі егерде мен ол жерге бұл көлікті өзім сатып алған көлікті өзім айдағым келеді десе, бұл нақтырақ болар еді деп ойлаймын. Бірақ мен өйтіп жазбаған екенмін, мүмкін сол себепті болар. Қазіргі уақытта олай емес. Қазіргі уақытта мен болашаққа деген ойларымды жазамын, болашаққа деген өзімнің қалауларымды барынша ашып, детально жазуға тырысамын. Делікпен жұмыс жасау керек. Сол себепті ойларды жазып жүрген өте маңызды. Аудио форматта, видео форматта, фото формат, текст формат, бәрібір. Мысалы, менің жақын құрбым текст форматта жазғанды жақсы көреді. Ол телеграм-канал жүргізеді деген сияқты. Менде де жабық телеграм-каналы бар, бірақ мен ол жерде ондай ойлармен бөліспеймін, себебі маған печатать деген нәрсе жақын емес, ұзақ уақыт істей алмаймын. Білмеймін, маған әсерлі, барынша ыңғайлы болып көрінетін формат ол күнделікке қарапайым қаламмен жазып, өзімен ұстап жүрген осы нәрсе маған больше ұнайды екенін түсіндім. Тақырып бойынша өздеріңіздің ойларыңызбен бөлісе отырыңыздар, маған да өте қызық. Мен негізі бұрын ойлайтынмын, мен сондай біртүрлі адам шығармын, күнделік жүргіземін, көп мүлдем ешкімге айтпайтынмын, өйткені ешкімді ол қызықтырмаған да. Айналамда өзіме ұқсайтын адамдар пайда болған кезде қатты қуандым, себебі мен ғана емес екенмін деген ой болды. Байқадым, әрине, күнделік жүргізетін адамдар более осознанный, более саралай алады, яғни анализировать, да, перечитывать, понимать, осы нәрсеге қайта келу, жаңа нәрсені үйрену деген сияқты. Ең өзіңдің өткен шағымен салыстырып, болашаққа сол қателіктерді жасамас үшін, одан да жақсырақ болу үшін, сол қатемен жұмыс, үйрену жолы үшін жасалады деп ойлаймын. Сол, осымен менде болды, ойымды аяқтадым. Тыңдағандарыңызға көп рахмет. Келесі кездескенше сау болыңыздар.